бір күні бір әйел адам маған келіп, жаман қарым-қатынасқа қаншаға дейін шыдауға болады деп сұрақ қойды. Мен былай жауап бердім. Сізді өлтіретін түсіну үшін оны неше рет ішу керек? Деп қарсы сұрақ қойдым. Біз көбінесе шыдау дегенді махаббаттың, адамгершіліктің белгісі ретінде қабылдаймыз, бірақ егер ол төзім өзіңізге деген құрметіңізді жойып, ішкі жарығыңызды өшіріп жатса, бұл енді мейірім емес. Өзіңізге деген қатыгездік. Олар бәрін түсініп өзгереді деген үміт сіздің өміріңізді бұзып жүрген жалғандық. Адамдар сізге қандай қарым-қатынастың рұқсат екенін сіздің жауабыңыз арқылы үйренеді. Ал егер сіз үндемей бәрін қабылдай берсеңіз, олар бұл үнсіздікті рұқсат ретінде қабылдайды. Төзуді қойыңыз. Өзіңізді құтқаруды бастаңыз. Бүгіннен бастап сіз өз өміріңіздің жазушысысыз. Қанша жыл өткені маңызды емес, қанша жыл өзіңізді танымай келгеніңіз маңызды. Бірақ сіз қаласаңыз, бұны тоқтата аласыз. Не істеу керек? Әр қарым-қатынаста өзіңізден сұраңыз. Бұл қарым-қатынаста өзіңізге деген құрметіңіз өсіп жатыр ма? Әлде керісінше ме? Өз позицияңызды нақты қойыңыз. Менің болуым құндылық емес. Кім мені сыйламайды, сол мені жоғалтады. Күнделікке бүкіл қарым-қатынасыңызды шынайы суретте жазып, өз көзіңізбенен қарап көріңіз. Сыйластық бар ма? Қолдау іздеңіз. Үнсіздік жаман қатынастың ең жақсы одақтасы. Шешім қабылдаңыз. Сіз сыйлайтын адам оны жаныңызды құрту арқылы емес, жаныңызды көтеру арқылы көрсетеді. Сіз төзім үшін туған жоқсыз. Өзіңізді сүюді үйрену үшін жаратылғансыз. Қандай қатынастың екенін тану адам есейген кезде басталады. Бүгін сіздің есейетін күніңіз.